өте керемет жұмыс жасап жатырсыздар. Осы гүл туралы, осы шара туралы айтып кетсеңіз. Бұл әйел бақыты деп аталады. Бұл әйел адам сияқты нәзік келеді. Одан кейін біздің көңіл күйіміз үнемі құбылып тұрады ғой. Сол сияқты бұл да жарықты көп sevмейді. Осы бұл шараның берер мәні неде деп ойлайсыздар? Берер мәні, бұл шараның берер мәні гүл дегеніміз енді бөлменің ауасын тазартады біріншіден. Жалпы қыз бала гүлге жақын болып келеді дейді. Сол қалай осы пікірмен сіз қалай ойлайсыз? Біз мына гүлді өсіріп отырғанымыз мына мектепте мына гүл деген қалай айтайын? Жапырағы жайылып, осы жылдан жылға осы қалай жапырағы жайылып, қалай осы гүл өседі, осы IT лицейдің қыздары да осылай гүлдей жайнап, осы гүлмен бірге де өскендегіміз келек.